Алхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулилlah. Үйлену жайлы бір сауал екен. Қандай қыз таңдасам және оның жол жоралғысы? Біріншіден, құрметті бауырлар, таңдаған кезде нақты айтайыншы, өте қысқа айтам, оны түсіне аласыз ба, жоқ па? Үлкендерді араластырып, өмір көрген, сізден бұрын өмір көрген адамдарды араластырыңыз қыз таңдағаныңызға. Біріншіден, құдалар менен, жекжатпенен араласу сіздің ағайындарыңыз, сіздің әке шешеңіздің араласуынан болады. Оның араласқандығы сіздің жанұяңызға әсер етеді. Сондықтан қазақта сөз бар, қатын алма, қайын ал деп айтады. Балық алсаң, жайын ал, майын сорасың, қатын алма, қайын ал, бай боласың дейді. Оның мағынасы қайын жұртыңа қарап ал, бай боласың дегені міндетті түрде бай адамның жаңағыдай қызын ал деген сөз емес. Өмірің тыныш болады, өмірің рахат болады. Өйткені ол қайын жұрт сізге қайын жұрт болғанменен сіздің балаларыңызға олар нағашы жұрт. Сіздің туған балаларыңызды олар төбесіне қойып, о, жиен келді деп басына қойып еркелететін адамдар солар. Сондықтан айтатыным, үлкендерді араластырыңыз. Оған себеп қазіргі жастарға нақты айтатыным, бойдақтарға, сіз адам танымайсыз. Оған нақты дәлел, мысалы, сіз осы жігіт қызбен жолығуға бара жатқан кезінде сіз бүкіл мінезіңіздің бәрін көрсете аласыз ба сол жерде қызға? Ешқашан көрсетпейсіз. Жасырасыз. Қыз да сондай. Бүкіл әдемі мінезін, ең көркем, ең күшті нәрсесін сізге көрсетеді кездесуде. Оның ішінде жатқан шайтанын көрмейсіз. Сосын халықта сол үшін сөз бар. Жаңағыдегі табағына қарап асын іш, анасына қарап қызын ал деген мағынадағы. Оның мағынасы да сол үйіне қарап қыз алған жақсы. Ол түбі негізге тартпай қоймайды. Енді бірге бір келе бермейді, бірақ дегенменен түбі сол жанұядағы мінезді алады ол кісі. Сосын ұшқанда, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесін деген бар. Ол қыз сол ұяда тәрбие алады. Бәрібір сізге келгенде сол нәрсені жасайды. Тағы бір нәрсе, сіз қаншалықты таңдасаңыз, соншалықты тәрбиені әйел кісі береді сіздің бала шағаңызға. Өйткені ер азамат далада жүреді, ер азамат сыртта жүреді. Ал жаңағыдегі нелер, сіздер осы сыртта жүргеннен кейін барлық нәрсені, көп нәрсені әйел кісі істейді. Сол үшін таңдауды міндетті түрде асықпаңыз, аптықпаңыз. Өтіп кетем деп атқан қыздар болса, сізге бұйырса қалады, бұйырмаса өтіп кете берсін. Қыздарға да айтатыным сондай, ойбай, мен үйленіп қоймасам болмайды екен, басқа екен деп айтылар, бірақ барлық нәрседе бұл сіздің өміріңіз. Таңдау нақты болу керек, үлкендерді араластыру керек. Сол үлкендерді араластырып таңдаудан бұрын, одан да бұрын бірінші Құдайдан көп дұға қылыңыз. Құдайдан көп сұрауды ұмытпаңыз. Құдайдан сұрап, сосын барып әрекет жасаңыз. Ол бірінші кеңес. Екінші кеңес, қыз таңдағанда хижабы барын ба, хижабы жоғын ба дегенге нақты айтатын кеңесім, егер сіз әйелді ырқыңызға көндіріп, соған хижаб тақтыра алам десеңіз, алыңыз. Хижабы жоғын алыңыз, сауабын аласыз. Олардың ішінде де имандылары өте көп. Олардың ішінде де жақсы жерден шыққандары, жуас, сондай бір жақсы ақылдылары, тек жуас емес негізі. Мінезді тоқтататын нәрсе ақыл. Ақылы бар, есі бар, ес тоқтатқан, өзін түсінетін, өмірінің мақсатын түсінетін, қазір қыздардың көпшілігі сондай. Адамға жолығып қалсаңыз, иншалла ол хижабын да тағады, сізді де, сол дініңізде серік болады жаныңызда. Және керісіншесі, кейде орамал тақты деп, орамалына қызығып аласыз, жанұясына қарап алу керек. Ол басына орамал тағар әртүрлі себеппен, бірақ ішінде шайтаны жатқанын қайдан білесіз? Түсініп алыңыз. Орамалды тақпаған қызды алыңыз деп атқан себебім, рас өзіңіз айтқандай, шынымен сауабы бар, басқасы бар. Және оның орамал таққан, тақпағандығына бір қатты айырмашылығы жоқ. Сол жерде. Өйткені қанша бауырларымызды білеміз, өздері кейбіреулер дін қызметінде жүрсе де әйелін оралындырамай жүрген, әйеліне орамал таққызамай жүрген қанша дін қызметкерлерін білемін мен. Өйткені өзі сол басы ашық кезде алды, енді жаңағыдегі бір әзіл бар ғой, білесіздер.
баяғыда бір аға іні бір күнде үйленетін болып дейін, баяғыдан әдет қой енді. Бір күнде үйлендіреді екен, бір үйдің қызын ба, немесе екі жердің қызын ба алып, бір күнде той жасап жатыр екен. Сөйтсе інісі жаңағыдай келінге кіріп бара жатыр дейді де, аға іні екеуі кетіп бара жатса, бір мысық қолында, белінде қанжар, қолында мысық алып бара жатыр дейді да. Ағасы сұрапты, бұны не қыласың, қоя берсей деп кіріп кетті. Біраз уақыттар өткен ғой енді, заман өтеді. Әйтеуір кейін ағасы қараса, әйелі басына шығып кеткен енді, сөзі әйелінің өктем, сөзін өткізе алмайды, қиналады, қысылады. Інісінікі керісінше, жаңағыдегі бүкіл айтқанын істейді, жүгіреді, жаңағыдай барлығы. Сосын сырын сұрайын дейді ғой, ағасы келіп айтады ғой, жаңағы інішек ау. Осы екеуміз бір күнде үйлендік, бірақ енді бір рудың қызын алдық, бір жақын жердің адамдарын алдық, бірақ екеумізге екі түрлі болып шықты ма дегенде, есіңізде ма деді, баяғыда мен мысықпен қанжар алып кіргенмін ғой дейді. Иә дейді, сол кезде дейді, ана мысықты жібердім да, қанжар жаныма қойып қойғам дейді. Сөйтіп қызбен сөйлесіп отқанмын ғой дейді, бірінші түн ғой ол. Шай ішіп, кішкентай жағдайын сұрайсын, сөйтіп отқанда, ана мысық мияулай берді дейді да, шығам деп. Сосын мен сөзімді бөле берген адамды ұнатпаймын дедім да, қанжарды алып мысықтың басын кесіп терезені лақтырып жібердім дейді. Содан кейін келіншегім маған сөйлеген емес дейді да, жаңағыдай. Қатынды бастан деген сол. Содан жаңағыдай ағасы да беліне қанжар тығып мысықты алып алып, сөйтіп қатынына барған ғой енді жаңағыдай. Ол енді қанша 5 бала туып кеткен әйел ғой, уже қанша заман өтіп кетті. Айғыр әйел ғой енді уже. Жаңағыдай. Содан енді мысықты қоя беріп, әйеліне бірнәрсе сөйлейін десе, мысық мияулай береді дейді. Мынау сөзімді бөлді ғой, мен сөзімді бөлгенді ұнатпаймын деп қояды дейді енді ана кісі. Бірақ мысық мияулай берген екен, қанжарды қойып қойған ғой жанына. Сөйтсе әйелі келіп айтады дейді, бұны мияулата бер, басын кесіп тастамайсың ба деп алып, басын кесіп терезені лақтырып жіберді дейді. Жаңағыдай. Содан бері күйеуі үндемей жүретін болыпты дейді. Жаңағыдай. Керісінше да енді. Мен оны айтып жатқаным, ол кейбір адамдар, мен қорқынышпен үйтіп қорқытып басқарыңыз деп айтқан жоқпын. Бәлки бірінші кезде қандай мәміле қылсаң, қандай қылып жақсы ақылды адамға жолықсаң бірінші орында, екінші қандай мәміле қылсаң, сол мәмілеңе қарай жауабыңды аласың. Сондықтан бірінші орында өзіңізді өзгертіңіз. Көп жігіттерден байқаймын мен, жанұяны үйленетін кезде өзін өзгертпейді. Сол бойдақтық өмірін менен қош айтыспайды. Ол әке боламын жақында, мен жанұялы болдым, яғни мен прицепі бар КамАЗ болдым демейді да, Жигули сияқты басып жүреді да повороттарда. Артында ұзын прицебін аунап атқанын білмейді оның. Прицеп машинасы айдағандарыңыз бар, білетін шығарсыздар, ол поворотқа келгенде ол бірден бұрылмайсыз оны. Арыра қаласыз. Жаңағыдай. Кіретін жеріңізді кіріп атқан кезінде шығатыныңызды ойлап тұрасыз. Өйткені арбам бар ғой артымда деп та. Жанұясы бар адам сондай болады. Арырақ ойлай бастайсыз. Ол баяғыда бойдақшылық ер жігітке рахат қой, кімнің үйінде болса да түнеп кете бересің, қай жерде болса да тамақ тауып ала бересің. Әйтеуір өлмейсің ғой, бір жерде тірі болсаң болды, әйтеуір бір жерден шығасың. Бірақ жанұялы болғаннан кейін олай болмайды. Жанұялы болғасын, жан-жағың бәріне қарайсың, ұлыңа қарайсың, қызыңа қарайсың, әйеліңе қарайсың, ағайын туысың бар, баратын жерің бар. Сенде шаңырақ құрғаннан кейін ағайындар сені кішкентай бала деп ойламайды. Үйіне жиынға шақырады, өлім жітім болғанда сені күтіп отырады. Сен кірмей кетсең ренжиді. Оның бәрін ескеру керек. Ол жанұялы болды деген сөз, ол қайтадан үйге келінді әкеліп атып ұрып, әке-шешесіне лақтырып жіберіп, сенің әке-шешең емес қатына батқан. Сен алып атсың. Сондықтан оны әкеліп атып жіберіп, көке, мен келін алып келдім, сол келін ол құл да, былай айтқанда ата-анаға қызмет қылу керек. Сен өзің бойдақшылық өміріңді жалғастыра бер емес. Ол өте ақымақтық. Осыны көп көремін мен. Бәлки керісінше, сен алып келдің ба, ол шүйкебаз, ол шүберекбаз кімге келді? Сенің ата-анаңа тиген жоқ. Ол саған келді, сені іздеп келді, сенің артынан келді. Артыңнан келді ма, соны ерте біл. Соны ертіп, соған басшы бола біл. Басшы бола алмайсың ба, ол бір-екі күтеді. Бір-екі күткеннен кейін өзі бастық бола бастайтыны содан. Ол бір жағы. Сонан соң тағы, құрметті бауырлар, дін жағын түсінетін адамды алғаныңыз абзалырақ болады. Бәрінен де, малы бары да, сұлулығы бары да, оның бәрі керек. Алып таста демеймін.
Оның барлығы керек. Брак по расчету деп айтады ғой. Есептесіп үйленген өте жақсы және дұрыс. Түріне қарап ал, малына қарап ал, ағайын туысына қарап ал. Бірақ дініне, имандылығына қарап алып алу керек. Бірінші орында ең қызбен бірінші кездескенде сен өзіңнің кім екеніңді айт. Мен діндар адаммын, мен намаз оқимын, ертең арағы бар жерге кірмеймін, ертең осындай жерлерде тамақты талғап ішеміз, киімді талғап киеміз. Соның бәрін ескерсең, менімен болам десең жүр, жоқ десең осы жерден екеуміз до свидания пішпейді деп айтып қойыңыз. Ол қыз ойлайды, бір жігіт келді, ертең гулянка, вечер, мини-юбка, баланы чақып емземді арқаға лақтырып жіберемін де, би тойда жігіттердің ортасында тұрып, бәр жігітке белін ұстатып, соның бәрі күшті болады, жаңағыдегі былай да жүреміз, былай да тұрамыз деп ойлайтын шығар. Соны айтып алыңыз, құрметті айналайын қарындасым, қазірше ертең келіншегім боларсың, Құда қаласа. Бірақ мен кім екенімді ойлап ал, ертең шаңырағымыз қалай болатынын ойлап ал, дискотекаға бірге бармаймыз, арағы бар дастарханға отырмаймыз, осының барлығын ойласайық, дұрыстайық деп түсіндіріңіз. Соны көніп, ол қазіргі қыздар оның бәрін есептейді. Кейбір қыздарға енді ата-аналары кішкентай ақыл үйретеді, жалғыз балаға тиме, кемпір шал бағып бейшара болып кетесің. Жаңағыдегі кемпір шалды ұстайтын кішкентай балаға тиме, жаңағы әке-шешесі инвалидке тиме, жалғыз басты әке-шешесі барлыға тиме деген ақыл байларды да үйрететіндер бар. Бұл өзінің қызының өмірін бұзып атқан данышпандар. Сонан соң тағы бір нәрсе сөзден сөз шығады, қыз таңдау жанұя мәселесіне жігіттерге айтатыным, құрметті бауырлар, жоғарыда айттым ғой, өміріңізді өзгертіңіз деп. Ол өзгерісті үйленуге ниет қылғаннан бастап Құдайдан сұраңыз. Өзіңізге не керек, кім керек, қандай өмір керек, соның бәрін таңдап, соған қарай өзгеріңіз. Әр кездің өзінің қызықшылығы бар. Достарыңыз айтатын шығар, ой, бойдақшылық қызық, далада қаңғырамыз, түніменен футбол көреміз, пәленшенің үйінде отырамыз, сен шықпай қалдың, қатыныңнан қорқасын, бір нәрсе. Бауырлар, бойдақшылықтың кезінде сол қызық ол. Түніменен таңға шейін футбол көрген, біреудің досыңның үйінде ұйықтап қала салған, басқа қылған. Бірақ сен жанұялы болғаннан кейінгі өмір бөлек өмір. Оның да өзінің бөлек қызықшылығы бар. Мен барып қатыныңның етегінің ішіне кіріп ал деп атқан жоқпын. Бірақ жанұяңның жауапкершілігі бар нәрсе. Халықта сөз бар, бақпасаң мал кетеді, қарамасаң қатын кетеді дейді. Малға уақытында жем салмасаң, малға уақытында қарамасаң, оның пайдасы жоқ. Мысал айтайық, үйіңе бір мықты сәйгүлік ат сатып алдың. Керемет сәйгүлік ат, аяқтары ұзын, арабтың жылқысы деңізші, мақұл, көздері үлкен, мойны аққудың мойнындай, жалы деген керемет, қаба жал. Енді бір керемет, енді соны құр уақытылы тамағын бермесеңіз, ол атты мінбесеңіз, не болады ол ат? Айтыңызшы. Ол атың есек болады. Өтірік емес ол. Ол сәлден кейін атың есек болады. Өйткені атты мінбесе аяғы шығып кетеді оның. Аяғы шығып кетеді, аяғы сүйегінен шығып кетпейді, жүрістен қалады ол. Ол жүре алмайды ол. Лөкілдеп миыңды аузыңа түсіреді ол. Мінсең. Оны мініп тұрсаң, атқа да пайдалы. Өйткені ол жүреді ғой, ана етінің бәрі қызады, ол ыстық хайуан ол. Ол жүру керек, ол шабу керек. Ол сөйтсе, жыны шығады, сөйтсе ішіндегісі кетеді, тайраңдап келіп, жем-жеп, әдем болып қорада тұрады, жылтырап. Оны міну керек. Уақытылы тамағын беру керек. Аты айтады екен дейді. Мен жаңағыдегі аузым, артым тышып шаршамаса, аузым жеп шаршамайды деп. Оның жемі бар. Әйел алу да сондай, білесіз ба? Үй деген сөздің мағынасы үй ғой, соған үйе бересіз. Ол таусылмайды ол. Ала дорбаны арқалап алып келесіз, үйесіз, ол жоқ. Қайттан алып келесің, үйесің, ол жоқ. Ол сондай нәрсе, үй, ол үйе бересің. Ол таусылмайды ол. Әйелге де сондай. Уақытылы жем-шөбін бересіз, дәрісін бересіз, киімін әпересіз, бәріне қарайсыз. Оның жауапкершілігі уақытылы. Әр кездің өзінің қызығы бар. Сол үйленгеннен кейінгі
соның қызығы да бөлек. Соны айтқым келеді, соны сезіне білсеңіздер екен. Әйел кісі ғой, қыздар ғой, күйеуге тигеннен кейін ана ауыртпашылықпенен бірден соған көніп кетеді, кішкентай уақыт кетеді. Ер балдарға ол кісі ақыл тоқтатып, есін жинаймын дегенше бір 10 жыл, 15 жыл кетіп қалады кейде. Мен сол жылдарды сізге қысқартып айтып беріп отырмын. 10-15 жылда жібермей, ары кетсе бір 1,5-2 айда түзеліп алыңыз. Құрметті жақсылар, айтар сөз көп. Бірақ ойлаймын, ішімдегіні барынша жеткіздім деп. Құрметті жақсылар, құдайларыңызды қайда болса да ұмытпаңыздар. Жанұяңызда Алланың сөзі тұрсын. Жанұяңызда Құран естіліп тұрсын. Жанұяңызда Құранның әділеттілігі, жанұяңызда пайғамбарымыздың өнегесі, өсиеті тұрсын. Соның ұстанған ұстанымы тұрсын. Соған деген іс әрекет тұрсын. Бала шағаңызға дін үйретіңіз. Дін үйренген бала шаға ұятты, жаңағыдай абыройлы, шекарасын білетін, ибалы болады. Мен айтпаймын, дін үйрет дегенде міндетті түрде барлық ұлыңыз, қызыңыз молда болып кетсін деп. Жоқ. Қандай да бір мамандық егесі болсын, бәрібір ұшқыш болсын, дәрігер болсын, мұғалім болсын, қалаған мамандығын игерсін. Бірақ Құдайын ұмытпайтын қылып үйретіңіз. Ол үшін бірінші өзіңіз және әйеліңіз сол дінде құрмет, Құдайға деген иман болуы міндет екен. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта. Аллахым барлық біліп білмеген үлкен де кіші де күнәларымызды кешіргейсін. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бергейсін. Дүниеден өткендерімізді жарылқағайсың. Раббым Аллахым қол жайып отырғандардың дүниелік, ақыретті қандай да бір талап тілектер болса өзің қабыл еткейсін. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим би рахматика я архамар рахимин.